Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өзіме қатты ұнаған рецепттердің біріменен бөліскім келеді. Дәл осы рецептпен, дәл осы керемет печеньені сізге де отбасыңызға дайындап беруге кеңес беремін. Ең алдымен бізге бөлме температурасындағы жұмсақ сары май қажет. Оған қантымызды салып, барлығын жақсылап, лопаткамен араластырып аламыз. Қантымыз бенен майымыз бірігу қажет. Немесе миксерлесеңіздер де болады. Содан соң жұмыртқамызды салып, тағы да барлығын жақсылап, венчикпенен, лопаткамен немесе миксерменен араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызға қопсытқышты салып, бірнеше бөлікке бөліп қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Рецептке қажетті ингредиенттер мен олардың мөлшерін видеоның соңында описание бөліміне жазамын. Лопаткамен араластырып болғаннан кейін оны тазалап, қолымызбенен жақсылап бір келкі осындай жұмсақ қамыр илейміз. Қазір сіздерге қамырды ұнсыз жаюды көрсететін боламын. Ол үшін бізге осындай пергамент қағазы қажет. Оған осылай қамырымызды салып, бір қабат осылай оқтауменен басып аламыз. Содан соң басылған қамырдың үстіне тағы да пергамент қағазын салып, осылай тағы да оқтауменен жүріп шығамыз. Дәл осы қимылдарды толықтай қамырымызды жайып алғанша қайталаймыз. Қамырымыздың барлығы пергамент қағазының ортасында жайылып, ешқандай ұн себуді қажет етпейді және бір келкі жайылады. Сіздерге де ұнды көп қолданбай, осылай пергамент қағазында жаюға кеңес беремін. Енді жайылған қамырымызды осындай арнайы пончиктерге арналған формаменен немесе өздеріңіздің үйлеріңізде бар кез келген домалақ осындай форманы, стаканды алып, ортасын осындай бутылкалардың крышкаларымен де кесуге болады. Дәл осы видеодағыдай форма болмаса, өздеріңіздің үйлеріңізде бар кез келген домалақ стаканды алсаңыздар болады. Орталарына жаңағындай бутылканың крышкасын қойып, кішкентай ойық жасайсыздар. Екеуінде де ешқандай айырмашылық жоқ, бірдей болып шығады. Барлық қамырды дәл осылай кесіп шығамыз. Шетінде артылып, ортасында қалып қойған қамырларды жинап, барлығын біріктіреміз. Осылай дөңгелектеп, кейін жаямыз. Пергамент қағазынан шетке шығып қалған қамырларды осылай алып, пергаменттің үлкендеу жағына ауыстырамыз. Дайын болған печенье формаларын осылай пергамент қағазымен бірге тақтайға немесе осындай басқа да ыдыстың үстіне қойып, мұздатқышқа 15 минутқа қоямыз. Барлық артылған қамырдан печенье жасап болғанша осы қимылдарды қайталаймыз. Оларды қатыруымыздың себебі кейін жаңғақтарды қоятын кезде жұмыс жасауға ыңғайлы болу үшін қамырларымыздың барлығы жабысып бір жерге жиналып қалмас үшін осылай қатырып алғандарыңыз дұрыс болады. Сол себептен мұздатқышқа қоюды ұмытпаңыздар. Қамыр кішкене қатқанша осылай жұмыртқаны алып, шанышқымен шайқап аламыз. Бізге ұсақталған жаңғақтар қажет. Оны үй жағдайында ұсақтау үшін салафанға салып, оқтауменен басып, немесе пышақпен де турасаңыздар болады. Тек блендерда қатты ұсақтаудың қажеті жоқ. Осылай ірілеу болу керек. Уақыт өтіп, мұздатқыштағы қамырды шығарамыз. Ол осылай пергамент қағазынан жеңіл алынады, формасын толықтай сақтайды. Енді осы қамырдың барлығын алып, ең алдымен жұмыртқалы массаға матырып аламыз. Содан соң қамырымызды жаңғақтарымыздың үстіне салып, осылай қолымызбен сәл басып шығамыз. Көтерген уақытта жаңғақтарымыз қамырдың бетінде қалады. Барлық қамырды дәл осылай етіп жаңғаққа аунатамыз. Қамырды қатырып, формасын ұстап алғаннан кейін, оныменен ары-бері аунатып жұмыс жасау ыңғайлы болады. Егер қамырларыңызды қатырмасаңыздар, ол жұмсарып, қолдарыңызға алған кезде бір жерге жиналып ыңғайсыз болады. Дайын болған печеньеларды бірден пергамент қағазы төселген формамызға салып, алдын ала 160-180 градус аралығында қыздырылған пеште беті қызарғанша шамамен 15-20 минуттай пісіреміз. Әркімде пеш әртүрлі болғандықтан олар ертене кеш пісуі мүмкін. Сол себептен беті қызарғанша пісіріп, оны пештен ала берсеңіздер болады. Біздің печеньеларымыз осындай өте әдемі, хош иісті, керемет болып шығады. Бұл печеньелар өзіме және отбасыма қатты ұнады. Жасағаннан барлығы бірден тауысып қойды. Отбасы мүшелерінен бұрын соңды естімеген керемет мақтау сөздер естідім. Сіздерде дәл осы рецептпен дайындап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Гүлім.